Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Тұздалған қияр жабудың рецептері өте көп, және менде өзімнің жасалу жолымен сіздермен бөлісе отырайын. Тіпті үлкендерінің өзі қытырлап дәмді болып шығатыны бұл тұздалған қияр көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Құрамына ешқандай аспирин қосылмайды. Алдымен қиярларымыздың барлығын тазалап жуып, екі жағын кесіп, салқын суға салып қоямын. Мен сатып алған қиярлар базардікі болғандықтан 7-8 сағатқа қалдырдым. Егер сіздердің өз бақшаларыңызда өскен болса, онда 1 сағат салып қоюдың өзі жеткілікті. Жеті-сегіз сағаттың ішінде осындай аппақ көбіршіктер шығатын болғандықтан қайта-қайта суын ауыстырып отыруды ұмытпаңыздар. Мен 5-6 рет суын қайта жаңартып отырдым. Отбасындағы адам санына байланысты құрамын азайтып немесе көбейтуге болады. Ал енді алдын ала тазалап жуылған банкаларымызды буға 4-5 минут шамасында булап аламыз. Құрамына қосылатын қоспалардың барлығын жуып тазалап аламыз. Мен бұл қиярларға хрен жапырағын, кептірілген укроп, шиенің жапырағын, смородинаның жапырағын, лавровый лист, тәтті бұрыш салдым және чеснок салдым. Ал қара бұрышты кейіннен қосатын боламын. Ал енді тазалап жуылған жаңағы қиярларымыздың барлығын біртіндеп тығыздап, осылай сілкей отырып, жақсылап салып шығамыз. Видеоның астындағы описание бөлімінде құрамының барлығын жазып қалдырамын. Қайнап тұрған ыстық суымыздың барлығын банкаларымызға құйып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін осы суымызды қайта ыдысымызға құйып қайнатамыз. Екінші рет қайнаған кезде бетіне көбіктері шығады. Осы көбіктердің барлығын алып тастауды ұмытпаңыздар. Және осы суымызды қайта екінші рет банкіге құятын боламыз. Өз тәбеттеріңізге қарай ащы бұрышты қосуға да болады. Мен бірақ бұл жолы ащы бұрыш қосқан жоқпын. Екінші рет құйылған суымызды да 15-20 минуттай қалдырамыз. 15-20 минуттан кейін барлығын төгіп тастаймыз. Және үшінші рет құятын суымызды кәдімгі қайнап тұрған таза суды құятын боламыз. Сондықтан алдын ала суды қойып қойды ұмытпаңыздар. Қара түйіршіктелген бұрышты мен ең соңынан қосатын боламын. Әр банкаға 7-8 данасынан салып шықтым. Қара бұрыштан кейін тұз саламын. Мен ас қасықпен 2 қасық саламын. Яғни 2 литрлік банкіге 2 қасық, 3 литрлік банкіге 3 қасықтан саламын. Көріп тұрғандарыңыздай тұзды мен қатты толтырып салған жоқпын. Ал қантты керісінше толтырып саламын. Дәл осылай 2 литрлік банкіге 2 қасықтан, 3 литрлік банкіге 3 қасықтан салатын боламын. Алдын ала қайнап тұрған суымызды, яғни таза суымызды енді дәмдеуіштердің барлығы салынған банкілерімізге құйып шығамыз. Қайнаған судың барлығын құйып болғаннан кейін уксус қосамыз. Мен қолданатын уксус 70%. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осы 70% уксусты мен 1 шай қасықтан құйып шығамын. 2 литрлік банкіге 1 шай қасық, 3 литрлік банкіге 1,5 шай қасықтан уксусты құйып шығамын. Ал енді қақпақтарын барлығын қайнатып, өздеріңіздің жаңағы банка жапқыштарыңызбен жауып, жылы жерге толықтай суығанға дейін төңкеріп қоясыздар. Толықтай суыған банкаларымыздың барлығын өздеріңіздің банка сақтайтын жерлеріңізге сақтап, қараңғы салқындау жерге сақтап қойсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болады. Міндетті түрде осылай жасап көруге кеңес беремін.
Ал басқа жолмен жасайтын болсаңыздар, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ақмарал. Астарыңыз дәмді болсын.